Bismillahirrahmanirrahim. Алла тағала әлмисақ жаратылысында өз сөзінің ақиқатынан тұратын хикметі мен үкіміндегі жалпы адам баласына қойған талаптарын аспан шырақтарымен таңбалаған. Нұх пайғамбардан бұрын болған ғалымдардың атасы Ыдырыс алейхиссалам аспан шырақтарының ғибратынан Алланың бірлігін және хикметі мен үкімін біліп бата жасаған. Космология ғылымының атасы Әл-Фараби аспан шырақтары барлық ғылымның басы мен соңы болып табылатындығын айтып, аспан шырақтарын зерттеу арқылы күллі әлемнің өлшемін білу адамның ақыл ойына сыймайды. Оны Алла тағала өзінің қалаған адамына білдіреді. Ол Құранда деп көрсеткен. Құранда Алла тағала өз хикметін өзінің қалаған адамына білдіреді. Оны ақыл иелері ғана түсіне алады делінген. Алла тағала Ясин сүресінде өз хикметін кәкімдермен, яғни ақыл иелерімен ант еткен. Ант сөзінің мағынасы Алла тағала өз хикметі мен үкіміне ақыл иелері арқылы өз нүктесін қою. Хакім Абай о бастағы аспан шырақтарымен таңбаланған Алланың қалауындағы жалпы адам баласына қойған талаптары иманның негізгі үш асылынан тұратындығын айтып, оны тауып жерден бекітуді әділетті қақ жолы деп білген. О бастағы аспан шырақтарымен таңбаланған Алланың қалауындағы иманның негізгі үш асылын тауып, оны бекіту Алла тағаланың 100-ші есімін білуден тұрады. Кезінде 18.000 ғаламға патшалық құрған Сүлеймен патша дүниеден өтерінде өз патшалығын кімге тастарын білмеген. Ол сонда ғана мәңгілік патшалық Алла сөздің ақиқатынан тұратындығын, оның жерден өзінің айтуымен қалаған елінен, қалаған адамы арқылы бекіп, өз әмірімен ғана жүзеге асатындығын білген. Сүлеймен патша дүниеден өтерінде Алла тағаланың 100-ші құпия есімін білген деген сөз сонан қалған. Еврей халқы Құдайдың 100-ші құпия есімін Сүлеймен патша білген. Сондықтан Сүлеймен патшалығын жалғастыру, әлемге билік айту бізге тиесілі дейтін сол. Еврей халқы ақыр заманда Алла сөздің ақиқатынан тұратын мәңгілік өз патшалығы Алланың айтуымен қалаған елінен, қалаған адамы арқылы өз әмірімен бекіп жүзеге асатындығын білмеген. Оны Сүлеймен патша ғана білген. Алланың елшісі Мұхаммед алейхиссалам кейінгі кезде мұсылман қауымына намазды Қағбадағы Әл-Мисақ тасына қарап оқуды бұйырған. Ондағысы Алла сөздің ақиқатынан тұратын өз патшалығын, ақыр заманда өзінің ұлы есімінің атынан келетін өз әмірінен және өз әмірімен келетін өз патшалығын бекітуші пайғамбардан күткен. Кезінде біздің ата-бабаларымызға Құран білем десең күнә санаған. Олар Құран білем деп айту үшін Алла тағаланың 100-ші құпия есімін біл деген. Олар Алла тағаланың 100-ші құпия есімін білген адам ғана Алла сөздің ақиқатынан тұратын барлық хикметіне жауап беретіндігін айтқан. Кезінде Алланың 100-ші құпия есімін 18.000 ғаламға патшалық құрған Сүлеймен патша білген, жануарда құпия белгісін түйе жасырған деген аңыз бар. Аңыз түбі ақиқат. Қазақта мен деп сөйлеме, ол Аллаға ғана лайық дейтін даналық сөз бар. Атамыз қазақ Алла тағаланың барлық есіміне жауап беретін мен деген ұлы есімін ерте білген.